Бізде қазір не көп? Штаб көп. Штаб көп, проблеманы қарайтын органдар көп. Кеше Верховный судпен өткіздік, бүгін сіздермен өткізіп жатырмыз. Бірақ нақты проблемаларды қарасақ шешілмей жатыр. Оны шешетін адамдардың компетенциясы жетпей жатыр. Сол үшін қазір мен біраз сіздерге мысалдар келтірем. Соның аяғында рекомендация ретінде мынау жүйемізді толыққанды бір перезагрузка жасау керек сияқты болып тұр. Әкімдерге толыққанды компетенция беру керек сияқты болып тұр. Әкімдер жоғарыға қарайды центрға, центр оған мән бермейді. Центрдің өмірі бір бөлек, әкімдердің өмірі бір бөлек, ортада инвесторлар, қарапайым халық запа шегіп отыр. Міне осы тұрғыда осыларды клейт ету үшін сіздер бір көмектесеңіздер. Мына жүйені перезагрузка жасап қайта қарауымыз керек. Вот, например, LC Waikiki деген компания Алматы облысында салды, үлкен логистический комплексін. Енді өз қаражатына инфраструктура өткізейін десе, қасындағы адамдардың бәрі жерін алып алған, ешкім канал бермей жатыр, рұқсат бермей жатыр. Үлкен ақша сұрап жатыр. Ол да коррупцияға алып келеді мәселе. Ол түрік айтады, мен бермеймін ондай ақша дейді. Енді акиматқа сендер шешіндер, енді бір нәрсе қылып десек, олар да шеше алмай отыр. Ол вопроста мысалы әлі күнге шейін бар. Шынын айтсақ осылай. Соны бір сіздерден көмек ретінде әкімдерге полномочия беру керек сияқты.